Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga tirkelib videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tez qana bizda bo'ladi. Sadriddin Ahmedov 16 bokschisini suvlatgan Meksikalik bilan ayqasadi. Amerikalik 360 Promotion kompaniyasining bir necha o'rta salmoqdagi qozog'istonlik bokschisi Sadriddin Ahmedovning kelesi jekpa-jegi qachon o'tayotgani jariyalandi deb xabarlaydi. Boks kechi AQShda o'tadi. 27 жастағы қазақстандық рингке 19 сәуірде AQShның Камерис қаласында өтетін бокс кешінде шығады. Sadriddin кештің басты айқасында мексикалық Elias Espadeспен жұдырықтасады. Sadriddin Ahmedov сенбі күні 19 сәуірде UFC Fight Pass-тағы 3-ші кездесуді өткізеді. Elias Espadeспен жекпе-жекті ол өзінің мінсіз рекордын сақтап қалуға тырысады. 15-0, 13 нокаут делінген хабарда. Bahodir Jalolov атақты Тайсон қандай кеңес бергенін айтты. O'zbekistonlik Bahodir Jalolov атақты америкалық боксшы Майк Тайсонмен арада болған әңгіме туралы айтып берді деп хабарлайды. Тайсон кездесу кезінде Bahodirге оған құнды кеңес беріпті. Майк Тайсонмен Риядта, Сауди Арабиясында ғана емес, Ташкентте де кездестім. Ол маған карьерамды өрге шығару үшін дұрыс заңды тауып алу керегімді және жұдырықтасып беру керек екенін айтты деп хабарлайды. Sizlerмен sport жаңалықтары болып достар, 5 сәуір Жәнібек Әлемханұлы мен франциялық Ануэль Негемесінің ортасындағы жекпе-жек болады. Астанада. Билет құны 25 мыңнан 225 мыңға дейін. Sizlerмен sport жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.